Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін Бәкен екеуміз қайтадан қосылып қалдық. Репетиция жасап келдік, біраз видеолар түсірдік, бір әдемі шамамыз келгенше. Көресіздер, бүгін бізде енді тарихи бір күнде десе де болады. Біздің енді инстаграмдағы шалымыз миллион просмотр болды. Ақсақал. Иә. Алғысымызды білдіреміз, енді ақсақал деп болады, ата деп болады, енді шал деп болады, кімге қалай ыңғайлы солай айтса да болады. Енді сіздерге бізді қолдап, лайк басып, комментарий жазғандар үшін алғысымызды білдіреміз. Енді бүгін тағы да бір ерекше күнде болады. Бүгін енді біз сол негізі анау ақсақал шақырайық дегенбіз, анау ауылда жатыр да. Келу оңай емес енді ол кісінің. Мал бағып жатыр ол кісі. Сондықтан біз бүгін қонаққа басқа кісіні шақырдық. Иә. Ол кісімен енді кездеспегеніме кездесейік деген бір жыл болды. Ана әніміз бар ғой, Бәке мен Сәке сіздерді биге шақырады, Бәке мен Сәке тек көңіл күйді арттырады, Бәке мен Сәке сәлемдер сізге жар салады, Бәке мен Сәке сіздерге ана тән салады, хей деп қоясыздар. Сол әннің енді мына жерде композиторы ақыны келіп отыр енді. Сапасы, мамасы да. Сол жігітті қарсы алайық. Ербол Смағұлов деген азамат, Ақтоғайдың жігіті, баладар азаматы. Сол жігітке қол міне бір шет көріп тұрмыз, өміріміз рас құдай бұл. Ассалаумағалейкум. Міне, собственный персон. Өзіңіз жай көргенбіз. Ербол Смағұлов. Телефонмен хабарласамыз. Ал, куртканы шешіп тастап, асықпай. Иә, бір кофе ішейік, одан кейін көреміз ғой енді. Ары қарай енді. Клубқа барамыз ба? Иә. Сондай жағдай. Ереке өзің таңда қайда отырасың? Отырасың ба? Ол енді ереке сен ренжіме. Мынау бір жылдай болып қалды. Әнеге десеміз, мінеге десеміз деп жаңағы мен WhatsApp-пен хабарласып, өзі бізге шығып, өзі осындай әнді ұсынып, осы ән сіздерге жарасатын сияқты деп, өзі хабарласып бізбен. Сол міне біз сол әнді жасап, орындап, көзге шығарып, бірақ күнде айтамыз осы кездесеміз, қол тимейді. Сөз шыны күйген тіршілік анау-мынау жүгіріс, біздің қолымыз тисе, ерекенің қолы тимейді. Міне сондықтан да міне бүгін сәт салып Алла тағала, сәтін салып міне жүздесіп отырмыз. Ал ереке қадамыңа гүл бітсін енді. Ән үшін рахмет. Шығармашылық қадамыңа Алғысымызды білдіреміз, ән керемет. табысты болсын. Әмин. Халықтың көңілін үйрететінен, секіртетінен жолымен бастаймыз, жоқтықтарымызда. Біздің енді визитный карточка сияқты болып барады, өзі вирусный дейді бұлан. 3-4 рет естігеннен кейін жаттап аласың деген. Сол ән үшін рахмет. Енді өзің туралы біраз таныстырып өтің. Қай жердің жігітсің? Нешінші жылғысың, келіншегің бар ма, жоқ па, бойдақсың ба? Өзімді таныстыра кетейін қысқаша. Аты жөнім Ербол Смағұлов болады. Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Қараоба ауылынан шыққан ақын, жазушымын. Ән жазамын анда-санда. Негізі музыкалық арнайы білімім бар. Павлодар мемлекеттік институтты бітіргем 2004 жылы. Дүкенбай Назымбек Сабитович деген үлкен композитор, ұстаз, профессор, соның шәкіртім былай айтқан кезде бізге сабақ берді. Содан енді мектеп жасынан өлең жазатын қарым бар. Содан бастап өлең жазып жүрмін. Кейін енді өлеңге ән жазатын сондай өнерім пайда болды. Сосын Бәкен мен Сәкені бұрыннан танимын. Бұрын араласып енді кафеларда жақсы өлең айтып жүретін, сол кезде көріп билеп жүретін, сол ой жеңгем әнін соған билеп бәріміз еске алып, жастық шағымыз.
содан бертін ол әрі ойлап бері ойлап осы бәкеңнің сәкеңнің бір жақсы бір ән шығармасқа деп неге деп жазбасам деп бір ойымда жүрді. Арнайы бір ән ұсынсам деп, осы ағаларымыздың құрметіне деп бір жекеше бір өзгеше бір ән болсын деп бәке мен сәке деген сондай ән дүниеге келді. Сол әнді қазір міне ағаларымыз шырқап жүр. иә тойларда не шырқаймыз. мына ерекеңнің енді бір қасиеті мынау просто интернеттен несі бар, хабары бар. Жаңағыдай искусственный интеллектпен дүниелер жасайды, жаңағы монтаж болсын, жалпы жаңағыдай енді 21 ғасыр интернеттің заманы болып кетті ғой. Мына интернет келгеннен кейін айтады ғой, мир перевернулся, с ног на голову бар ғой. Сондықтан осы заманда мына өте сирек те жаңағы әртүрлі композиторлардың мына интернеттің жақсы жұмыс істеген. Сол ерекеңнің мына бірсыпыра әншілер әндерін орындап жүр сіздің, Иә. өте ризамыз. Анау грузин әншісі бар, иә. Грузияда мысалы Татья Капаладзе деген әнші бар. Осы біздің Қазақстанда былтыр алдыңғы жылдары қатысқан, Алмас Кешкенбаевпен дуэтпен айтты. Жұлдызды дода неге қатысты сайысына, финалға дейін жетті. Сол әншіге мен бір ән ұсынғам, сүйемін сені деген. Бұл әншінің алғашқы қазақ тілінде орындаған әні, сол сүйемін сені деген әнді ол кісі өзі жазып айтып жүр, қазір интернет желісінде бар, платформаларға шығарды. Сол сияқты тағы да басқа әншілермен қазір сөйлесіп жүрміз, әндерімді көрсетіп жатырмын. Ұнап жатса енді орындайтын шығар деп үміттемін. Қазір 21 ғасырда интернеттің дамыған заманы болғандықтан қазір мынау искусственный интеллект, жасанды интеллект дейді ғой, соны ол құрал ретінде негізі жақсы нәрсе де қолдануға, мысалы ақындарға, әншілерге көп нәрсе үйренуге болады бұл құралмен. Мен сол искусственный интеллектті құрал ретінде пайдаланамын. Мысалы өзім өлең жазам, сөз жазам, соған ән жазатын керек кезде сол құрал ретінде сол искусственный интеллект құралдарын пайдаланамын. Содан ән шығады, соны жақсы әндер жазылуға болады. Әне көріңіздер, біздің Павлодар елі жері негізі қазір заманда мұндай дарынды, талантты адамдардан алақан емес, дұрыс қой. Кезінде Жаяу Мұса болды, Естай бабамыз кезінде қаншама халыққа еңбек етіп кетті. Бұл азамат енді ерекең шығармашылықтың жаңағы жолына түскен екен. Яғни ұстазына қарай жаңағы ұстазы енді өзіміздің Назымбек ағамыз профессор, ол кісі композитор. Сол мына шығармашылыққа тәрбиелеген екен. Жалпы шығармашылық бүкіл жерде болу керек. Тек қана бізде өнер саласында емес, жалпы бүкіл жерде. Мұның отырысымыздың бәрі шығармашылық. Өзім шығармашылық, ойдан шығарған дүниесі ғой оның бәрі, дұрыс қой. Шығармашылық дамытады түгел. Шығармашылық жаңағы әр цивилизацияны жоғары көтереді. Ал егер шығармашылықпен айналыспай, сол қалпында қала берейік дегендер бар ғой жаңағы, ат үстінде жүрейік жаңағы, анау анаграммамен айтпаймыз біз, домбырамен ғана айтамыз, анау барабанмен ғана орындаймыз деген секілді. Ол әрине профессионалдық, бірақ заман өз талабына қарай сай біз соған бейімделуіміз керек, дұрыс қой. Біз енді машина бар, неге біз атпен жүруіміз керек, дұрыс қой? Арбамен неге біз жүруіміз керек, дұрыс қой? Сондықтан да осы жасап жатқан әрекеті өте дұрыс деп ойлаймын. Енді Сіздікін дұрыс емес деп ойлаймын, сіздікі дұрыс. енді мынау бүгін қауышып, танысып жатқанымызға өз басымнан өте ризамын. Жалпы біздің Павлодар облысынан әлемді дүркіреткен анау өзіміздің Иманбек мысалы, ешкім ойлаған жоқ. Ойбай, осы Павлодардан шығады деп, Ақсудан анау бүкіл союз болып Грэмми алмаған, осы Қазақстанның Қазақстанның мақтанышы, Павлодардың мақтанышы, Ақсудың мақтанышы. Біз мақтанамыз. Сондықтан да осындай Одан кейін скриптонитіміз ол жақта дүркіретіп жатыр. Дұрыс қой. Сондықтан да Павлодардан кезінде айтады, ой, Павлодар немене, ой, жоқ, Павлодар, ой, шықпайды, ол орыс болып кеткен, бәленақ, туынақ деген әңгімелер бар. Әсіресе Алматы жақта жүрген не істейтінбіз соны? Ой, Павлодар орыс болып кеткен, қайда шығады ол?
өзіміздікілер де айтады, ой, там наши, не, у наших не получается, там там талантты деп айтады ғой да. А негізі баян ауылымыздың өзімізден қырық төрт академия шығады. Сондықтан да біз ауылдық науысас деген дұрыс әңгіме емес негізі. Өзіміздің жерлес, өзіміздің азаматтар, азаматшаларды біз шама келгенше, қолдан келгенше енді. Біз миллионер емеспіз ғой там, иә. Бірақ міне осы интернетке ел жұртқа жария қыл, иә, шама келгенше осы көрсетейік деп, осындай азаматымыз бар деп, иә. Сұраныс болса жаңағы жаңа әндеріңіз керек болса, Иә, міне. жақсы қандай әндер керек, соның бәрін Ерекең енді жазып істеп, жаңағыдай өңдеп, реттеп береді. Сондықтан тапсырыс болса, хабарласыңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер номерларыңызды, сосын Ерекеңмен тікелей байланысқа шығуға болады. Сол енді, амандықпен кездесіп, не? амандықпен келсеген тағы бір кездесетін шығармыз, иә? Иә, тағы да біраз әндер көп жазамыз ба деген ойдамыз. Бастысы ғой енді. көп сөзбай деген. Көп сөйлеп созбай, әдептен озбай. Иә, Енді абай атамыз айтып кеткен сол кезде, қазір заманда да сол актуальныйда көбі халық анандай ұзақ дүниені көргісі келмейді екен қазір. Көп болса бір 10 секунд, иә? 15 секунд, иә, Ереке? Соны көреді де, ары қарай ана немені жылжытып отыра береді дейді, ары қарай листать етіп. Бітті. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, өнер сүйер қауым, шығармашылықты жақсы көретін өнер азаматтар бар. Солардың баршасына біз шын көңілден ақ жол тілейміз. Болашақта, иә? Шығармашылық біздің қайнап жатыр керек. Біздің қаладыр олысы, иә? Қайнап жатқанын қалай? Шығармашылықтың қайнап жатыр. жалпы Қазақстанның шығармашылығы дами берсін, өркендей берсін. Жалпы, иә. Қазақ елі дамыған мемлекеттердің қатарына қосылсын деген ниеттеміз. Алматыда кездесейік. Сау болыңыздар.